қазір жасымыз келгеннен кейін көз көруіміз кішкене нашарлап, көзім қарауытып, басым ауырып, бұрында алысты көре берушім, қазір алысты да көрмеймін, жақынды да көрмеймін, жазу жазамаймыз, ине сабақтай алмаймыз, кәрілік қой деп жүре бердік. Сонымен врачтарға қаралып сөйттім. Сөйтсем врачтар айтты, неше түрлі витаминдер берді. Содан кейін больницаға жатыңыз, операция керек сізге, глаукома деп айтты. Оларға сенбей біраз жүрдім, сөйтсем көзім нашарлап баратқаннан кейін врачтарға қаралдым. Сөйтсем ол врачтар бізге операция жасайым деді. Сөйтіп жасағаннан кейін бір жыл жүрдім, бір жылдан кейін кішкене көзім жақсарғандай болды, бірақ онша не болмады, результат болмады. Содан кейін қайттан сөйтіп жүріп, сол жердегі апалардан естиміз. Балаларым айтады, қыздарым айтады, мама осының дайын әр нәрсені айтады, соны тыңдамай жүргем. Сөйтіп аяғында осы бір апа больницада жатқан шалмен кемпір көздеріне жасатқан, 3 рет жасатқан, онда да результат болмаған. Содан кейін бәріміз сол жерде ақылдасып, трюфеляға шырын шығыпты, енді кәрі кісілер айта береміз енді. Сөйтіп сондай шығыпты, соны көрсек қандай болады деп сол жердегі апалармен ақылдаса келе, сөйтіп соған көндім. Қолданып жүргеніме 2 ай болды, нәтижесі бар, өте көзім жақсы көреді. Айстохудта бастадым, кішкене очкиімді, бір фирманың очкиімді әкеп берген, мына очкиді балам. Одан да результат болған жоқ, ол очкиімді де тастадым қазір, одан толқы жоқ деп. Сөйтіп қазір көзім жақсарды. Енді 100% демесем де кішкене жақсарды. Арасында кәрілігіміз де бар ғой.